Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде жаңа форматтағы видео, дәлірек айтқанда интервью, ал біздің алғашқы қонағымыз болып Абдермен. iPhone or BlackBerry? BlackBerry. Абдермен, саған қойылатын алғашқы сұрақ, сенің шын есімің кім? Менің шын атым Арслан, бірақ көбісі білмейді екен. Арслан Абдикеримов, фамилиям Абдикеримов. Вот сол. Екінші сұрақ, енді сәл банальный сұрақтар, но қойып жіберейін. Қай жылғысың және қай қаладансың? Мен 2003 жылы туылғанмын. Қай қаладан? Алматыда туылдым. Алматыда қазір өсіп, өніп, осы жерде тұрып жатырмын. Келесі сұрақ, қай жерде оқисың? Бірақ андай толық қажет жоқ. Там мектеп или универ, сол секілді жауап берсең. Мен 11-ші сыныпта бітірейін деп қалдым. Міне бірнеше айдан кейін уже мектепті бітіремін. Университетке оқимын, түсемін деген ойдамын. Мектепте оқимын деп жатырсың. Мектепте сенің тиктогың туралы біле ме? Мектептегі класстастарым біледі. Қалған оқушыларды біле ма, білмей ма, оны білмейді екенмін. Ал мектепте класстастарым біледі, олар кейіп кезде мазақтайды. Енді бала болғаннан кейін. Бір сөзбен айтқанда, қызық ситуациялар көп дейсің ғой. Танымал десек болады мектепте. Түсінікті. Одан кейін бос уақытыңда немен айналысасың? Бос уақытымда кубик жинаймын. Негізінде бос уақытты құрту ұнамайды. Сондықтан да өзімді развивать етіп, көптеген YouTube'та полезный роликтерді көремін, пайдалы. Сол бос уақытымда камерамен алып далаға шығып видео түсіремін, монтаждаймын, бірақ олардың көбісін көрсетпеймін, олдай желіге салып отырмаймын. Түсінікті, ендігіде өзіңнің инвентарың туралы айтып кетсең, камера, телефон, тағы басқа қандай заттар бар? Ең көп қойылатын сұрақ TikTok'та ол сен қандай телефонға түсіресің деген сұрақ қойылады. Менің телефоным Redmi Note 5, ол жақта мен көбінесе монтаж жасамаймын, видео түсірмеймін. Тек қана TikTok'қа видеоны сол телефоннан саламын. Видеоның барлығы бірнеше видео телефонға түсірген шығармын TikTok'та. Көбісін осы камераға түсірдім. Камераның аты Sony Alpha 6400, объективі 18-135. Қолданамын мен ноутбук. Егерде ауылға шығып кетсем, басқа жерлерде болсам, ноутбукта монтаж жасаймын. Үйде компьютер бар. Компьютердің характеристикасын қай жерден, осы жерде жазылып тұрады шығар. Вот. Түсінікті. Негізінен сені бәрі видеомонтажер ретінде біледі. Сол жайлы сұрақтар қойып кетсем, біздің көрермендерге қызығы осы деген ойдамын. Неге камера қарамаймын мен? Бірінші сұрақ, монтаж жасап жүргеніңе қанша уақыт болды? Монтажды енді компьютер сатып алғаннан кейін сол кезден бастап санаймын, өзімді монтаж жасап жатырмын деген. Ол енді почти бір жылдай болып қалды. Оның алдында мен жаңағы телефонда монтаж жасағанмын, кішкене ноутбукта да көргенмін, бірақ осы любительскийдан жаңағы профессиональный уровеньге өткен кезең осы бір жылдай болып қалды. Қай программада ең алғашқы монтажыңды жасадың? Ең бірінші алғашқы программам ол телефонда KineMaster. KineMaster деген ол кезеңде енді видеомонтаж дегеннің топовый приложение болған. Қазіргі кездегі жаңағы видеолип, CapCut деген сияқты бірінші орында болған. Эффектілерде болған, маскаларда болған, жаңағы зеленый фонды істейтін ультра кей дейді. Сондай эффектілер болған. Сол жерде бастағанмын, ал сосын уже Sony Vegasқа өттім ноутбуктан кейін компьютерде Adobe Premiere Pro, Adobe программаларын скачать етіп, қазір Adobe Premiere Pro программасында жұмыс істеймін.
негізі үшінші сұрақ қазір қай программада монтаждайсың деген еді, бірақ өз жауап беріп қойдың. Екінші сұрақты KineMasterмен айтып жатсың ғой, KineMasterмен монтаждадым деп. Мен де негізі ең бірінші сол KineMaster, Power Director деген нәрселермен бастаған. И олардың функционалы күшті, кәдімгі сол кезге вообще телефоннан жасауға деген сол кезге топовый ең көп нәрсе ғой, ең көп ше андай фишкалар бар, соларда еді да, KineMasterда кейініректен шықты ғой енді жаңағы CapCut дегендер. Бірақ соның өзінде сол функционал сол кездер маған жетпейтін тұғын, осыдан 3 жыл бұрын кәдімгідей қиналатын тұғым, маған монтаждың уровені жетпейді ше, кәдімгі телефонның ноутбукқа неге көшкім келетін тұғым. Сенде де сондай болды деген ойдамын. Қара, 2 жыл бұрын мысалы көргем адамдар жаңағы шетел елден ол жаққа кино түсірген, жаңағы сол жаңағы қазіргі мобилография дейді ғой, тура солай телефонға түсіріп, сол телефонда монтаждап кино шығаратын. Жаңағы сұрақ толығымен айтып кетейін. Қазір Adobe Premiere Pro программасында монтаж жасағанмен маған көмектесетін көптеген программалар бар. Олар жаңағы сол Adobe линейкасының программалары, ол After Effects, жаңағы қиын монтаж болса, қиын эффектілер болса, сол жер Photoshop, сурет редакторы обязательно керек болады, және де Lightroom. Adobe Media Encoder жаңағы видеоны шығару үшін жаңағы монтажер, видео саласында істейтін адамдар түсінеді. Вот. Дәл осы айтқан нәрселердің бәрін мен де қолданамын, тіпті күнде қолданамын. Adobe-тың рекламасы болып кетті. Негізінен этот уже Adobe монополист қой, оған реклама қажет жоқ. Одан кейін сұрақ, осы айтып отырған программаларды үйрену оңай болды ма? Или қиын болса, енді бастап жатқан жігіттерге, қыздарға өзіңнің кеңесіңді айтып кетсең? Ең бірінші айтарым бұған жаңағы желание дейді ғой қазіргі кезде. Сол желание болса, сен любой затты мысалы үйреніп аласың. Мен де мысалы 2-3 айдың ішінде үйрендім, но бірақ ол жаңағы телефоннан бәрібір басталады. Жаңағы основасын телефоннан алған дұрыс. Мен өзім телефоннан алдым, и ақырын ступенька бойынша, баспалдақ бойынша жаңағы көтеріле бердім. Уровенімді резко көтерген жоқпын, бір курс сатып алып, не істеп, ақырын бір кішкентай шагтармен жаңағы өзімді уровенімді көбейте бердім. Вот, ол 3-4 айдың ішінде, егер осы тез апгрейд жасаймын десеңіздер, то обязательно курс сатып алған дұрыс, егер де ақшаларыңыз бар болса. Ал егер де жоқ болса, онда YouTube бар, интернет бар, Google бар, өздеріңіз үйренсеңіздер болады. Мен де Google'дан, интернеттен көрдім, бірақ ол жаңағы көптеген уақытыңды алады, және де жаңағы бәрібір, егер де сен ұстазың болса қасында, любой сұрақтарыңды соған сұрап, жауабын тез аласың да, ана жақта ол іздеу уақыт кетіресің. Қысқаша айтқанда, көп бос уақытың кетіп қалады. Осы кезге дейін мен де курс деген нәрселерге қарсы тұғынмын. Өйткені менің жаңағыдай ойлау мировоззрение дейді ғой, басқаша болатын тұғын. Себебі мен түсінбейтін тұғын, 5000 теңгеге курс оқып алып, некачественный зат жасағанша лучше YouTube-тағы тұр ғой, сол жерді іздеп, просто іздей білу керек деп ойлайтын тұғым. Бірақ та кейіннен түсіндім, мобилография ол профессиональный съемкаға барардағы алғашқы ступенька дейді ғой, алғашқы қадам екен. Себебі көп жігіттерге, мысалға көп қыздарға камера алуға ақшалар жетпейді, бюджет просто не позволяет. Ал iPhone, мысалға телефонды как-то өзің либо атанаң алып бере алады ше, потому что түсінікті да, сен телефон деп әйтеуір қазір андай обычный вещь болып қалды ғой, телефон алып беру деген. Сол секілді телефоннан бастап и камераға өту керек та, просто мен де мысалға телефонда түсіріп жүрдім да, и өзі бір кез келді, сол кезде мен студияға барып, айттым осындай мен қолымнан келеді дедім, и мен сол жерде 2 аптадай камераны үйрендім да, сразу камераға түсіріп кеттім. Қазір мен телефонға түсірмеймін, ойбай демеймін, iPhone 11-ге, 12-ге түсірем, потому что оның стабилизациясы күшті ше, кәдімгі реально. А камераларда көбінесе стабилизация бола бермейді. Ал болатын камералар олар қымбат. Сондай нәрселердің әсерінен негізінен қазір осындай түсіру, видео түсіру, монтаждау атты ұғымдар бір қиын нәрселерге айналып кетті.
Енді жылдам сұрақтар қойып өтейін өзіңе. Дайынсың ба? 9 сұрақ бар. Иә, дайынмын. Давай. Тез қоям. 9 сұрақ тез жауап берем, жарайды. iPhone or BlackBerry? BlackBerry. TikTok or Instagram? TikTok. TikTok or YouTube? TikTok. Мобилография немесе профессиональный съемка? Профессиональный съемка. Оффлайн или онлайн? Оффлайн. Компьютер или ноутбук? Мына жерде енді қиын сұрақ. Егер де бұл жерде енді кішкене ұзағырақ айтайық, иә? Егер де саған жаңағы жұмысың если позволяет тек қана үйде отырсаң, то компьютер ал. Егер де сен қала бойынша аралап жүрсең, бір жаққа шығып жүрсең, ноутбук. Қазіргі кезде менде ноутбук та бар, компьютер да бар. Неге ноутбук бар? Негізі мен ондай бай емеспін. Маған мектеп тегін берді. Ноутбук тегін берді. Түсінесің ба? Мен сабақ оқу үшін. Бірақ мен істедім. Алдым оны, сабақты кішкене шетке қойдым да. Adobe Premiere Pro программасын скачать етіп алдым. Енді мен егер де қалаға шықсам, жаңағы сол жерде камераға түсіріп, немесе телефонға түсіріп, жаңағы USB мен ноутбукқа тығып, сол жерден уже видеоны жасап, тура сол жерде уже видео дайын болады. Вот, мысалы, мобилографтардың қасында жаңағы соревноваться етіп тұра аламын. Вот. Нема апайың нөмірін беш? Мектеп, негізі география апай. Жоқ, серьез айтам, апайың нөмірін бер, мен звондаймын қазір. Сен не мемлекеттің қаржысын құрып жүрсің? Ендігі сұрақ, Мерс или BMW? BMW. Аруно Кайро или Токио ФФ? Бұл сұраққа жауап бермей қояйын. Жоқ, сен жауап беруің керек, келесі сұрақ соған қарай не қылады ғой. Аруно Кайро или Токио ФФ? Аруно Кайро. Аруно Кайро или Зак Тресс? Ну, типа, Зухра. Аруно Кайро. Зухраның фанаттары. Зухраның фанаттары. Не, отписка кетіп отыр уже. Достар, осымен менде сұрақтар таусылды. Ал Арслан, өзіңнің ойыңда айта кетсең, интервью ұнап жатыр ма, или қосатын нәрселер бар ма? Бұл пилотный выпуск, яғни алғашқы выпуск, өзіңнің ойыңда айта кетсең. Нені жөндейін, өзгертетін заттар бар ма? Хорошо. Біріншіден, Дидар, саған рахмет, осындай пайдалы контент түсіріп жатқаныңа, шығарып жатқаныңа, өзіңнің YouTube каналыңа, мені шақырғаныңа, қонақ ретінде шақырғаныңа рахмет айтамын. Әдемі, сапалы, качественный контент менің ойымша алдағы уақытта енді өзің минустарын тауып, соны плюсқа айналдырып жөндейсің деген ойдамын. Ал бастап жатқан монтажер, видеографтарға айтарым. Вообще осы видеоны көріп жатқан адамдарға айтарым, өзің жақсы көретін істі тапта, вот сонымен айналыссаң, саған кайф алып келеді. Вот. Жить по кайфу, девиз. Достар, осымен бітті. Көргендеріңізге рахмет. Келесіде кіммен интервью күтесіздер, комментарийға қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Дидар Жахан. Сау. Мен негізі 91 тыңдамаймын, просто сау деймін. Кезінде тыңдағам, енді мойындаймын, бірақ қазір тыңдамаймын.